Егер толғағым жеңіл, ауырсынусыз өтсін десеңіз, бұл қатені жасамаңыз. Көптеген келіншектер босану барысында дәл осы қатені жасаудың салдарынан толғақтары ауыр, қиын өтіп жатады. Ол задержка дыхания. Көптеген келіншектер бұлшық еттерін қысып алып демалмай тұрады. Дәл қазір өзіңіз жұдырығыңызды қысып бірнеше секунд ұстап көріңіз. Қолыңызды ашқан кезде қолыңыз ұйып, ауырып, ыңғайсыз сезім болады. Неге? Өйткені сіз жұдырығыңызды қысып тұрған кезде бұл жерде қан айналым дұрыс болмады. Дәл сол сияқты жатыр толғақ кезінде жиырылады. Егер де сол уақытта сіз дұрыс демалмайтын болсаңыз, онда сіздің толғағыңыз аяқталғаннан кейінде сізде ауру сезімі жалғаса береді. Соның салдарынан сіздің толғағыңыз ауыр және де қиын өтеді. Егер толғағым жеңіл өтсін десеңіз, босану барысында демалу техникаларын дұрыс қолданып, дұрыс демалыңыз. Егер де демалу техникаларын үйренгіңіз келсе, менің тікелей эфиріме келіңіз. Эфирге тіркелу үшін осы көрсетілген WhatsApp номерге 11 санын жазып жіберіңіз.